Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай ірімшік қосылған тәтті штрудельдің рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, соңына дейін тамашалаңыз. Ендеше алдымен қамырын дайындап алайық. Ол үшін бізге 100 грамм ерітілген сары май керек. 50 грамм жылы сүт, оған 60 грамм қант қосамыз, жарты шай қасық тұз, және де 3 жұмыртқа керек. Оның үстіне 5 грамм дрожжи, яғни ашытқы қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде менде қамыр 2 есе көп қылып жасадым, яғни мен 2 түрлі штрудельдің қамырын дайындап жатырмын. 2-2-ден 4 штрудель шығады. Егер сіз 2 ғана жасасаңыз, онда осы құрамындағы заттарды 2-ге бөліп жасайсыз. Енді осы біздің сұйық ингредиенттердің үстіне 450 грамм ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды 450-ден артық салмауға тырысыңыз. Басында қамыр жабысқақ болып көрінуі мүмкін, бірақ жақсылап араластыра келе қамырыңыз қолға жабыспайтын әдемі жұмсақ болады. Соңына қарай осылай столдың үстіне аз ғана ұн сеуіп, соның үстіне қамырды жақсылап илесеңіз, қолыңыздағы барлығы кетіп, қамырыңыз жабыспайтын әрі жұмсақ болып шығады. Ұнды көп қосқан сайын сіздің қамыр қатайып кетеді. Сондықтан 450 граммнан артық қоспауға тырысыңыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді оны бір ыдысқа салып, бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Бірақ бірден айтам, қамыр үлкен болып нан жасағандағындай көтерілмейді, жай ғана тынығып тұрады. Енді салмасын дайындаймыз, начинкасын. Ол үшін 300 грамм ірімшік керек, пайызы маңызды емес. Оған 35 грамм қант қосамыз, 10 грамм жүгері крахмалын қосамыз, 1 жұмыртқа қосамыз, және де әдемі дәм беру үшін 1 шай қасық ванильді қант қосамыз. Енді осының барлығын блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Міне біз ірімшігімізді жақсылап езіп алдық. Енді оған 150 грамм консервадағы ананас қосамыз. Бұл маңызды емес, бірақ қоссаңыз өте дәмді болады. Ұсақтап турап қосып, араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. 1,5 сағатта біздің қамырымыз осындай болды, жақсы болып жұмсарды. Бұл жерде мен айттым ғой, 4 штрудельдің қамыры, сондықтан мен тең ортасынан бөліп, жартысын басқа түріне қойып қоямын. Ал екінші бөлігінен біз қазір ірімшік салып жасаймыз. Міне бұл қамырымыздың бір бөлігі. Енді осыны теңде 2-ге бөлеміз. Және де әр бөлігін оқтаудың көмегімен тік 4 бұрыш етіп, жұқалап жайып аламыз. Дәл осылай тік 4 бұрыш етіп жайып аламыз. Енді біздің салмамызды теңде 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін қамырдың үстіне саламыз. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай, ірімшікті қамырдың бетіне жақсылап жайып шығамыз. Бір жақ шетінен 2 сантиметрдей алып қаламыз, жабыстыруға керек болады. Және де дәл осылай орап, біріккен жерін жақсылап жабыстырамыз. Дәл осылай екінші бөлігінде дайындап аламыз.
Енді пештің ыдысына пергамент қағазын төсеп, дайын 2 штрудельді үстіне орналастырамыз және де бетін пищевая ас пленкасымен жауып, жарты сағатқа тағы да қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін бетіндегі пленкасын шешіп, және де бір жұмыртқаны араластырып, жұмыртқаға ешқандай да сүт, су ештеңе қоспаймыз, тек жай ғана бір жұмыртқа, соны араластырып, бетіне жақсылап жағып шығамыз. Енді осындай ағаш таяқшаның көмегімен видеодағыдай тесіктер жасап шығамыз. Бұл біздің штрудельдің ішіндегі ауаның бір келкі болып шығу үшін керек. Сол кезде сіздің штруделіңіз қатты ісініп, жарылып кетпейді. Енді алдын ала қызып тұрған 160 градус пеште 35-40 минут пісіреміз және де толығымен суытамыз. Содан кейін барып, бетіне қант ұнтағын сеуіп, өзіңіз қалауыңыз бойынша әдемілесеңіз болады. Осымен біздің штрудель дайын. Ірімшік қосылған, өте дәмді, жасалуы өте оңай, дайындап көріңіздер. Видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.